Қазақ тілі үшін бәріміз күресуіміз керек. Сұра, заң бойынша талап ет, мәселені көтер, жаз, жарияла. Жай ғана көшедегі, дүкендердегі жарнама тақтайшаларынан, қағаздардан мысал келтірейін. Бұл сурет атыраулық желі қолданушысының парақшасынан алынды. Қоғамдық көлік сыртындағы жазбаға мұқият қарасаңыз, мағынасыз аударманы байқайсыз. Жолаушыларға арналған бағдарламаның жарнамасы болу керек. Где едет твой автобус сөйлемін, сенікі қайда барат автобус деп жазған екен. Жарнаманы жазған, тексерген, жабыстырған адамдардың біреуі де бұл қатені байқамағаны өкінішті. Бұл Threads қолданушысының жариялаған жазбасы. Внимание, ведется видеонаблюдение дегенді көңіл видеобақылау жүргізеді деп жазған екен. Кімнің көңілі видеобақылау нені жүргізіп жатыр? Назар аударыңыз, видеобақылау жүргізіліп жатыр деп жазу ондай қиын дүние емес еді. Мұндай жарнамалар көп. Аттап басаң алдыңнан орфографиялық, стилистикалық, грамматикалық қателерге толы жарымжан жарнамалар шыға келеді. Ал сіз қандай қатені байқадыңыз? Бөлісіңіз, айтыңыз, жар салыңыз. Әрқайсымыз әрекет етсек, өзгеріс міндетті түрде болады. Бүгінге осы, сіздермен аяулым тілеуға бол, тіл тазалығын өзімізден бастайық.